Атырауда құрылған билер кеңесімен 9 іс қаралып оң шешімін тапқан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг кезінде билер кеңесінің төрағасы Ғаббас Хисметуллин айтты. Ол қоғамдық ұйымның рөліне, негізгі қызметіне, алдағы жоспарларға тоқталды. Мақсат жиі кездесетін әлеуметтік отбасылық дау-дамайларды сотқа жеткізбей шешу, тұрғындарға құқықтық кеңес беру. Қазір облыстық билер кеңесінің құрамында 60 мүше бар. Олар сот жүйесінің ардагерлері мен атыраулық зиялы қауым өкілдері. Келіп жатқан адамдардың сұрақтары әрқилы, әлеуметтік мәселелер жөнінде, квартиралық жөнінде де жаңағы келіп айтып жатыр, өзіміздің ақыл кеңесімізді беріп жатырмыз. Сосын кейбір жаңағы финанс мәселесі жөнінде бірқатар адамдардың сұрақтарымен келіп, біз ақыл кеңесімізді беріп, соған қанағаттанып кетіп жатыр. Осы 9 мәселені біз қарап, сол оң шешімін айттық, қанағаттанып кетті. Бірқатары жаңағы кейбір финанс мәселесі туралы жаңа шешілмеген мәселелерді қайта қарайтын болдық.